Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Мадина. Бүгін біз сіздермен осындай өте тез дайын болатын бал қосылған пряниктер жасайтын боламыз. Жұмыртқасыз жасалады, оңай дайындалады. Дәмі де ерекше, иісі мұрынды жаратындай тәтті болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай пряниктеріміз жұмсақ, үгілмелі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Құрғақ таза ыдысымызға ерітілген сары майымызды құямыз, үстінен балды саламыз. Менде тоңазытқышта тұрғандықтан бал осындай қатты сияқты көрініп тұр, шын мәнінде жұмсақ. Екеуін біріктіріп жақсылап араластырып аламыз. Үстінен құм шекерімізді саламыз. Оның үстінен қаймақты қосамыз. Жақсылап барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді кезекте ұнымыздың жартысын қосамыз да, үстінен жарты шай қасық ас содасы немесе қопсытқышты саламыз. Енді венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз да, қалған ұнымызды қосып, қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп шығамыз. Достар, менің арнамнан неше түрлі сәтті шығатын оңай рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться белгісін басып қойыңыз. Және де қасындағы қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыз. Жаңа рецепттер шыққанда сіздерге хабарлама баратын болады. Осылай жақсылап жұмсақ етіп араластырып шығамыз. Мінеке жұмсақ қамыр шықты, қолға жабыспайтын. Енді формамызға міндетті түрде пергамент қағаз төсейміз де, осылай дөңгелек етіп формаға келтіріп шығамыз. Барлық пряниктерімізді осылай орналастырып шығатын боламыз. Көз мөлшермен істесеңіз де болады, немесе бәрі бірдей болғанын қаласаңыз, таразының көмегіне жүгінсеңіз де болады. Жақсылап барлығын кішкене алшақ етіп орналастырып шығамыз, өйткені піскен кезде ісетін болады, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Осылай жасап жатқан кезде пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және де осылай барлығын жасап болғаннан соң қызып тұрған пешке салып 15 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің медовые пряники дайын. Өте жұмсақ, ауызда еритін пряниктер болып шығады. Дәмі де ерекше, міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Достарыңызбен бөлісіп қойды да ұмытпаңыз. Менің арнамнан қандай видео рецепті көргіңіз келеді, комментарияға жаза кетіңіз, міндетті түрде дайындайтын боламын. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Мадина.